барлығы орыс тілінде сөйлейді. Масқара. Аларыңыздар, мен осындай кісілерге түк түсінбеймін да. Бұл кісі революция жасап, енді мен андай қан төгіс революцияны айтып жатқан жоқпын. Мәдени революция жасап, енді біз қызмет алуға құқығымыз толықтай жететіндей, өз-өзімізді құл емес екенбіз деген адамды, Қуат Ахметовті самолетқа мінгізіп жіберген осы кісі енді келіп мынандай қылып әңгіме сайрап жатыр да. Түк түсінбеймін осындай екіжүзділікке. Бір 32 жыл бір ұлт азаттық көтеріліс болғандай, бір қазақ егемендігін алғандай, әр қазақ күресіп, орыс мектептерін жауып, телеарналарын 100% қазақша ақпарат беріп, YouTube қазақша сөйлеп, бүкіл әлеуметтік желілер, бүкіл газет журналдар, бүкіл қызмет көрсету салалары, құжаттар, шекарадан кіргеннен жаңағыдай армысын сау болыңыз деп бүкіл әскери жаңағыдай немелерінде әскери мынандай нелер беретін бәрі қазақша болып, түрмелерде болмаса қай жерде бүкіл бюджеттік орындар бәрі қазақша болып, жазулардың бәрі тек қазақша болып, сол кезде осындай әңгіме айтып жатса түсінуге болады. 32 жыл базар вокзалы, ұлттық сана жоқ, ұлттық мәдениет жоқ, ұлттық ешқандай патриоттық, ешқандай рух жоқ, тек купи-продай, сатып алу ғана, сондай ғана әркім өзінің нәпақасын тауып ала дорбасын арқалап, әлі де Қытайдан сол ала дорбаны арқалап жатқан заманда халықтан бірдеме дәмететіндей ешқандай хақысы жоқ бұл адам, бұл кісінің. Өйткені халық ол масса. Карантиннің кезінде бәріміз жақсы білесіздер. Маска, бетперде кимейсің ба? 83 мың айыппұл дегенде бәрі орысы болсын, өзге ұлты болсын, бір жерлерін қысып жүрді. Бұл жерде де сондай. Қазақ тілін білмейсің ба? Қазақ тілін не алмайсың ба? Осындай айыппұл сал дегенде бәрі қазақша сөйлеп кетеді. Орыс мектептерін жауып қазақша бола ма? Бәрі қазақша болып кетеді. Біз өмір сүріп жатқан мынау 9 жолдың торабындағы керуен сарайдың билік кімнің қолында? Соның тілінде жүрміз. Сондықтан бұндай екі жүзділіктің бір жеріне